Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы облысы Қаратал ауданы Сергей Ильич Морозов атындағы номер 51 орта мектеп гимназиясының география пәні мұғалімі Сүндетбеков Нұркенже Нұрқасымұлы. Ал балалар, 9 А сынып география пәні бойынша 1-90 бірінші сабағымыздың қашықтықтан оқыту жүйесі бойынша сабақ өткізуге рұқсат етіңіздер. Ал балалар, бірінші слайдтан нені байқап тұрмыз? Қандай суреттерді көріп тұрсыңдар? Өте дұрыс. Шоқан Уәлиханов, Қаныш Сәтбаев, Қадырғали Жалайыри сияқты тұлғаларды байқап тұрмыз, иә? Сонымен бүгінгі сабағымыз немен байланысты деп ойлайсыңдар? Өте дұрыс, балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақстандық географтардың зерттеулері. Оқу мақсаты: география ғылымының дамуына үлес қосқан қазақстандықтардың зерттеулері туралы баяндау. Сабақ мақсаты: қазақ жерін зерттеген қазақ ғалымдарымен танысасыңдар және оқып білесіңдер. Бағалау критерийлері: қазақ жерін зерттеген отандық ғалымдар туралы білесіңдер. Қазақ жерін зерттеген қазақ ғалымдарының еңбектерімен танысады. Қазақ жерін зерттеген қазақ ғалымдарының еңбектеріндегі ортақ нәтижелерді анықтайды. Ал енді балалар, сабағымызды бастамас бұрын шағын видеоматериалға назар аударсаңдар. Шоқан Уәлиханов, қазақтан шыққан тұңғыш географ, шығыстану саласы бойынша саяхатшы, этнограф. 1855 жылы Шоқан Уәлиханов Батыс Сібір генерал-губернаторы Гасфордтың Сарыарқа мен Жетісуға жасаған саяхатына қатысты. 1856-1857 жылдары Тянь-Шань мен Қашқарияға ұйымдастырған ғылыми әскери экспедициясының құрамында болды. Осы саяхатта өзі болған аймақтардың өсімдіктері, жануарлары, сауда жолдарына сипаттама берді. 1858-1859 жылдары Қашқарияға жасаған саяхатында өлкенің географиялық жағдайы, әлеуметтік-экономикалық қатынастары, тарихы мен этнографиясы туралы қызықты мағлұматтар жинады. 1857 жылы Шоқан Уәлиханов Орыс география қоғамының толық әрі ең жас мүшесі болып сайланды. Шоқан Уәлиханов саяхатының нәтижелерінде Іленің арғы бетіндегі өлкенің географиялық очеркі, Жоңғария очерктері және де тағы басқа еңбектері жарық көрілген болатын. Шоқан Уәлихановтың тағы бір ерекшелігі, ол үнемі күнделік жазып жүрген. Қаныш Сәтбаев, геолог ғалым, минералогия ғылымдарының докторы, профессор, академик. Соғысқа дейінгі жылдарда елімізде КСРО ғылым академиясының ғылыми орталығы құру қажет болды. Осыған байланысты 1938 жылы КСРО ғылым академиясының қазақстандық базасы КСРО ғылым академиясының қазақ филиалы болып қайта құрылды. Соғыстан кейінгі жылдары 1946 жылы КСРО ғылым академиясының қазақ филиалы Қазақ КСР ғылым академиясы болып қайта құрылып, оның бірінші президенті болып Қаныш Сәтбаев сайланды. Қаныш Сәтбаев Жилинскиймен бірге пайдалы қазбаларға ең бай аумақ, орталық Қазақстандағы мыс, қорғасын, мырыш, сирек металдар, темір және таскөмір кен орындарын зерттеді. Жезқазған мыс кен орны картасын, орталық Қазақстанның металлогенді болжау картасын құрастыруға арналған еңбектері маңызды. Жезқазған мен Балқаштағы кен металлургия комбинаттары, Ертіс Қарағанды каналы құрылыстары, Маңғыстау түбегін, Мұғалжар мен Торғай үстіртінің табиғат ресурстарын зерттеу, Кенді Алтайдағы кен орындарының, Қаратау фосфориттерінің, Ұлытау темір марганец кен орындарының ашылуы Қаныш Сәтбаев есімімен байланысты. Жақсы балалар, видеоматериалды тыңдап шықтыңдар, иә? Ал енді осы қазақ жерін зерттеген қазақстандық ғалымдарға тағы тереңірек тоқталып өтсек. Яғни олар Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов, Қаныш Имантайұлы Сәтбаев және Қадырғали Қосанұлы Жалайыри. Осы кісілер жайлы қысқаша тоқталып өтсек. Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов 1835 жылы қараша айында Құсмұрын бекетінде, қазіргі Қостанай облысы Әулие Көл ауданының Құсмұрын жерінде дүниеге келді. Яғни әкесі Шыңғыс Аға Сұлтан болған. Шоқан қазақтың ұлы ғалымы, 19 ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда туған демократиялық, ағартушылық мәдениеттің тұңғыш өкілдерінің бірі.
шығыстанушы, тарихшы, фольклоршы, этнограф, географ, ағартушы ғалым. Шоқан Уәлихановты әлемге әйгілі еткен еңбектерінің бірі Қашқарияға сапары болған. 1858-59 жылдары Шоқанның Қашқарияға сапары ғалымдық ағартушылық саласындағы еңбегінің жаңа белеске көтерілуіне жол ашты. Қашқария ол кезде Ресей тарапынан зерттелмеген өлке болатын. Саудагерлер ретінде Қашқарияға құпия барған Шоқан өлкенің экономикалық, саяси құрылымын зерттеп, оның тарихи мен этнографиясынан көптеген мәліметтер жинады. Қашқарияға сапарынан алтын шаһардың, яғни Қытайдың Нанлун уятының шығысындағы 6 қаласы жайлы атты еңбегі дүниеге келді. Бұл шығыс Түркістан халықтарының тарихында әлеуметтік құрылымына арналып, сол заман ғылымының биік деңгейінде жазылған әлемдегі тұңғыш зерттеу жұмысы еді. Қаныш Имантайұлы Сәтпаев 1899 жылы Баянауыл ауданы Павлодар облысында дүниеге келген. Геолог ғалым, минералогия ғылымдарының докторы, профессор және академик. Қазақ ғылым академиясының ұйымдастырушысы және оның тұңғыш президенті. Қазақ КСР академиясының академигі. Кеңес одағының және Қазақстанның минералогия мектебінің негізін қалаушы. Қазақтан шыққан тұңғыш академик. Көптеген тәжірибелі мамандар қатыстыра отырып, Қаныш Сәтпаевтың басшылығымен бірнеше жылдар бойы жүргізген тынымсыз еңбектердің нәтижесінде сарыарқаның металлогендік және болжам карталары жасалды. Оны өндіріске ендіру арқылы сарыарқа аймағында қара түсті және сирек металдардың біраз жаңа кен орындары ашылды. Сонымен қатар ғылыми зерттеу институттарының ашылуына тікелей араласып зор еңбек сіңірді. Қазақстан ғалымдарының зор армиясының ақылшысы әрі тәрбиешісі болды. Қадырғали Қосанұлы Жалайыри 16 ғасырдың ортасы мен 17 ғасырдың басында өмір сүрген, қазақ халқының тарихында үлкен із қалдырған ғалымдарының бірі. Ресейдің атақты патшасы Борис Годуновтың қол астында жүріп, 1602 жылы жылнамалар жинағы деген еңбекті жазып шығарған. Бұл қазақ тілінде жазылған тұңғыш ғылыми еңбек еді. Қадырғали Жалайыри еңбектерінде қазақ жерінің орналасқан жер-су атаулары жиі кездеседі. Атап айтсақ, Жайық өзенінен Жоңғар алатауына дейінгі аймақтар түгелменен қамтылған. Ал енді балалар, сіздерге бағанадан бері видеоматериал, сонымен қатар менің де мәліметтерім берілді. Енді тапсырмаларға көшетін кезіміз келді. Бірінші тапсырма кесте мен жұмыс, яғни кестені толтыруымыз қажет. Міне кесте сіздерге берілген. Яғни зерттеуші ғалымдар және олардың еңбектері мен зерттеулері. Осыны сендер толтыруларың қажет. Ол үшін бағалау критерийлері берілген. Төменде назар аударыңыздар. Берілген ғалымдардың еңбектерін дұрыс табуы, зерттелген жер су аттарының нақты толтырылуы және уақытты тиімді пайдалануы. Ал ондай болса, балалар, кірісіңіздер. Жақсы балалар, енді жауаптарын тексеріп көрейік. Барлығымыз бірге отырып. Дайынсыздар ма? Ондай болса, тексерейік. Бірінші, Қадырғали Жалайыри, яғни жылнамалар жинағы деген еңбегі, ол кісі Алтай, Сарыарқа, Жетісу, Алатау және Сырдария өзендерін сипаттап кеткен. Екінші, Шоқан Уәлиханов еңбегі Манас, Жоңғар очерктері, Қашқарияға сапары, Ыстықкөлді зерттеген және Жетісу жерін сипаттаған. Үшінші, Қаныш Имантайұлы Сәтпаев үлкен Алтай деген еңбегі бар. Ол жерде Алтай, Атбасар, Жезді, Ұлытау, Қарсақпай сияқты елді мекендерді зерттеген. Екінші тапсырма. Я жоқ әдісі арқылы берілген сызбадағы мәліметтерді дұрыс табамыз. Ғалымдардың аты жөндері берілген, зерттеген географиялық нысандары да берілген. Тек қана біз оның сол кісінікі ме, әлде жоқ па екен, соны анықтауымыз қажет. Және тағы балалар айтып кететінде төменде бағалау критерийлері көрсетілген. Осыған сәйкес жұмыс жасаймыз. Берілген сызбадағы ғалымдардың зерттеген географиялық нысандарының дұрыс табылуы және сұраққа нақты жауап беру. Ал ондай болса, кірісейік. Жақсы балалар, ондай болса, дұрыс жауаптарын тексеруге тырысайық, бәріміз бірге отырып. Дайынбыз ба? Жақсы. Онда назар экранда болсын. Шоқан Уәлиханов. Нарын өзені, Қаракөл. Яғни осы жауаптар дұрыс. Қаныш Сәтпаев. Қияқты және Байқоңыр. Қадырғали Жалайыри. Сырдария өзені менен Жайық өзенін зерттеген екен. Менің ойымша,
сіздердің жауаптарыңыз нақты әрі дұрыс деп ойлаймын. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырмаға көшейік. Яғни үшінші тапсырмамыз бізде сұрақ жауап әдісі арқылы болады. Қалай ойлайсыздар деген сұрақ тұр, иә балалар, назар аударыңдар. Осыған сіздер ауызша түрде жауап бересіздер. Бірінші сұрақ. Ерте кезеңдегі географиялық зерттеулердің өзекті мәселелері қандай болды? Ал қазіргі заманғы географиялық зерттеулердің өзекті мәселесі қандай? Яғни салыстырасыздар міндетті түрде. Ежелгі уақытпенен бүгінгі күнді. Қазақ жерін зерттеуге қандай қажеттіліктер туындады? Әр уақыт зерттеулерінің қандай бір ортақ нәтижелері бар? Міне, аталған 4 сұраққа ауызша түрде жауап берсеңіздер болады. Ондай болса, балалар, кірісейік. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Берілген тапсырманы ойдағыдай орындап шықтыңдар. Ал енді балалар, сабағымызды қорытындылайық. Сабағымызды қорытындылау үшін сіздерге арнайы тақырып бойынша тест жүйесі берілген. 5 сұрақтан тұратын тест. Ал ондай болса, осыны жасайық. Жақсы балалар, рахмет сіздерге. Тесттің нәтижесін келесі сабақта айтамын. Ондай болса, балалар, біз рефлексия кезеңіне де жеттік. Бүгінгі рефлексиямыз біздің блок ағашы арқылы өтеді. Суретке назар аударыңыздар. Қай бала қандай деңгейде екенін өздеріңіз анықтап көріңіздер. Яғни, кейбіреулер әлі төменде, кейбір балалар өзінің біраз мағлұматтар алды, орта деңгейде, кейбіреулер өте жоғары деңгейге жеткенін анықтайсыңдар. Оқу тапсырмасы оқулықтың 35 және 37 беттеріндегі пайдалана отырып, қазақстандық ғалымдарының зерттеген аймақтарын кескін картаға түсіресіңдер. Сонымен қатар тақырып бойынша шағын баяндама жазып келесіңдер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.